О, несін айтып тұрсыңдар енді маған, не? Бәрін бүлдіріп алып. Басында айт дедім ғой, мен іштеген жасырмаңдар дедім. Ойбай, жоқ, бәрі тындып қалады дедіңдер. Сосын мен де қайдан білейін, отыр екен деп бәрін ойпан-тойпан шығарып аласыңдар да, сосын білмеймін несіне звондайтындарыңды. Бүлдіріп алып, басында айту жоқ қой сендерге, басында айту жоқ. Неменеге айтпайды екен, немене? Шындықты айтсаң жақ. Шындықты айтсаң жақпайды сендерге, көздерің шытынап шыға келеді. Естілмейді дауыстарың, алыстан естіліп жатыр бір. Үңгірге тұрып аласыңдар да, телефон жақындатып құлақтарыңа қойып, ойбай, құлақтарыңа қойып айтсаңдаршы, айналайындар, марқ-марқ етіп, кімді айтты? Айта береді, маған да сөйтіп айтқан, бірақ мен сенген жоқпын ғой, әркімнің өзі біледі. Ми бар шығар, не үшін ми, соны жұмыс істемесе. Шынды бұл қоғамам ма? Берсең бер, өзің білесің. Мақұл, қоша сен әңгімен көп екен. Кейін звондаш болыпты мақұл. Ой, бұт, давай. Несін дұрыс па сен? Немнеге аударып жібердің бе? Ашып кітап оқып отқан кезде. Ізбасар, сен әлі отырсың, бұл босай түйістіз. Не қылып отырсың? Не қылып отқан десіз? Кітап оқып, газет оқып, кроссворд шешіп отырмын. Енді өйстіп отыра бересің, бұл босай енді түйістіз. Кейін дауыстырсай. Bir жаққа барамыз бәне. Қойшы бармаймын. Осы бас кірсенен, осы зорға бас кірсенен жетем, демаламын. Үш көзек бар. Жоқ, демалсаң демала бер, енді стиралкадан шыққан кір құсап мыж-мыж отыра бересің осылай. Киім ауыстырса, пижаммен отырасың ба? Қазір келеді ғой, 5 минуттан кейін келеді ғой енді. Біреу келе жатыр ма? Ой, біреу келе жатыр. Ой, сен ше қорқайын дедім, Ізбасар. Неге? Сен кетіп бара тұр, памятің неғып бұндай болып бара жатсың? Соны ұмытып қалдың ба, енді тағы ұмытып қалдың ба, айтсам өкпелейсің. Нені тағы? Әй, бір ай өтсе мақұл, бір апта өтсе мақұл. Бір күн өткен жоқ қой, әлі кешке өзің менің ініме Садыққа звондап ауылда. Ертең футбол болады, екеуміз отырып футбол көрейік. Сенмен отырып көрген қызық, ойбай келе қал дегесін. Ол айтты, ауылда жол жабық, мал бар, анау бар деп еді, жатып ренжідің. Менің бір айтқанымды сөйтіп қалдың ба, аттонын кесем, жездеңнің сөзін жерге қалдырып дегесін. Амал жоқ, сенмен футбол көруге келе жатыр ғой енді. Өйстіп отырасың ба енді? Соның бәрі мен айттым ба сонда? Енді кім айтты, сен айтпай? Біреу есімде жоқ, мен қашан айттым ба Садыққа оны? Айттым ғой, Ізбасар, сен ше жаман кетіп бара жатыр, ше бірдеңе қыл енді. Менен кесе келе берсін, келгеніне енді қарсы емес бол, бірақ қай уақытта звондап мынандай сөз айттым. Әй, кешке айттың ғой, сен ұмытып қала бересің, есіңе түсті ма? Келе берсін бұл. Босай енді киіміңді ауыстырса, өлі келді ғой енді, босай қазір киімін жақтырмаған адам құсап, ше Ізбасар. Пингвин құсап, не қылып жүрсіңдер екеуі? Ренжімеңіз, ескертпей келгенім үшін. Сұлулық қой. Сұлулық қой. Сен? Сіз сұлусыз деп атында, сіз сұлусыз. Қалайсыз, жағдайыңыз жақсы? Жақсы ғой. Не қылып жүрсіңдер? Садық, не өйстіп аяқ астынан звондай саласыңдар. Бір қонақ үйге келе жатқан сияқты. Ой, ренжімеңіз, айтты ғой, ескертпей келгенім үшін ренжімеңіз. Мына жерде жүргенбіз бүгін бір ай болды ғой бізге. Үйленгенімізге бір ай болды. Мен бір ай болды. Алматының әдемі жерін аралап жүрсем, класстарымыз звондап қалды. Футбол көрейік, досым, футбол көрейік деді да. Содан кейін футболға кетіп тұратын. Сен футболды жездеңмен көрмейсің ба не? Жоқ, класстас балдармен көремін ғой. Соны айтпайсың ба, түсіндіріп басында? Айтпақшы, әпке, мынау келіңіз тастап кетейінші сізге. Немене саған тастап кететін? Бір қап картошка ма? Алып кет өзіңмен. Ойбай, футболды бір қап картошкамен көрмейді ғой. Мен бармайым ба? Сен мақырге не сұрадың менен? Үй сұрадым. Әпкем үй өз үйіңді көр. Сендердің мақырларыңды біздің үйіне ағып жүр. Тұрғана қара шаңырақ ие болыңдар соған. Нормально, әпке, сәл асығыстауымын әпке. Жездеңмен амандассай? Ой, жоқ, сәл асығыс болып тұрмын. Давай, жан. Ой, сұлулықты маған айтпаған ғой, тұр мен қарағанда. Қалайсыздар әпше? Ай бетпеңіздер, аяқ астынан апыр-топыр етіп. Не? Мынау мен армандап жүрген куртка ғой, әпке. Жездең алды ғой кеше. Қойыңызшы. Беріңізші, әпке. Саудық осындайларымды қойыңдаршы, жездең тыжалыңаш қалдырасыңдар бір күні. Кімнің әпкесі сұлу? Сенің. Кімнің әпкесі сұлу? Сенің. Жаным, курткаң құтты болсын деп айтыңызшы. Курткаң құтты болсын. Рахмет, әпке. Ей, өлең.
ғой бір. Вообще айып етпеңіздер, мына үйдің қасындағы магазинге кірсек дым жоқ екен, сонымен құр қол келе салдық. Мейлі енді, азанда ғана барғанда біраз нәрсе тұрған көтеріп кетпесе. Көңіліңе рахмет енді. Жездемнен ыңғайсыз емес па, аяқ Болды астынан. ғой, поздно, настройкасын туралап. Жезде, сәлем берін. Айналайын, бақыт бол, кел. Қалайсыздар? Ол тап айналайын, кел. Иштер аман есен бе? Бәрі жақсы ма? Иә, Құдаға бәрі дұрыс па? Бәрекелді, жақсы болсын. Қош келдіңдер. Күттік қой кешелі звондап келеді деп. Садық қайда? футболға кет достармен. Қайратпен орда басса ойнайды. Қайда кетті? Футболға. Жынды ма? Мен кеше звондап бірге көреміз деп. Дедің ғой, ізбасар қызықсың сен. Айттым, осыған ертелік жиналып отырышты. Келді де, жездем әлі дайын емес бәне. Қазір 5 минуттан кейін басталады, онда жолдас балдарымен көрем деп. Кетті де, қалды, ренжіп кетті. Қызықсың сен, ізбасар айтқан тыңдамайсың, үйтесің, Шай қойдың ба? Қандай шай? Мен қоя салайын, мен қояйын да. Жоқ, оны өзімде қоям ғой. Сен просто жаңа кетіп бара жатырып, киімді ауыстырып болғасын, онда шай қояйын дедің ғой сен. Мен шай қоям деп айттым ба, мен сонда қыз. Енді Шай қоям деп айттым. Есің дұрыс па? Мен шай қоям деген жоқ. ізбасар жаңа ғана өзің кетіп бара жатыр. Сен жаңа кетіп бара жатыр. Жоқ, сен кетіп бара жаттың да, онда киімді ауыстырып болғасын, шай қоя салайын жаным. Ой, мен қайным онда лимонмен, мятымен жақсы көрем. Лимон бар арасында тем более лимон жақсы көрмейді. Келіннің көзінше енді сол сколиоз екеніңді білдіріп тұр сол. Жаңа ғана айттың ғой сен, есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Айттың ғой, есіңе түсті ма? Айттың ғой сен. Шай қоям деп айтты ма, жездем? Шай қоям деп айтты ма? Айтқан жоқ па? Айтпайды да, кімнен көрдің сен? Кімнің байын көрдің? Шай қояйын деп айтып жүрген. Айтпайды ғой. Айналайын, сенен көп тәжірибем бар ғой, үйрен сен. Аузың салпайып жүре бермейді. Мына ер-азаматтар үйленгеннен кейін бір-біріне бағынады. Әйтеуір біреу бағынышты болу керек. Сен бағындырмасаң, сені бағындырады. А мен оған желанием жоқ ше. Еркекті сен ерексіп бағындыра алмайсың. Сен еркекке бірдеңе істе деші. Иә саған, фифа деп. Көзің көгеріп, фингал, ерексіп, депрессия, зачем? Одан да еркекке сен істейм деп айтып едің ғой, көзің жыбылық тұрса. Қашан дейді? Сен айтып едің ғой жаңа ғана десең, о соған өзі сеніп қалады да. Өзін кінәлі сезініп жүре береді ғой. Ол тактика, манипуляция. Манипуляция? Мен жазып алмасам есім. Жазып ал, үйренсің. Заметкеға жазып алайын. Ал. Есіме түсті. Бәсе, мен шай қоям деп айтпаған екен ғой, қазақ айтса. Мен ойландым да, шынымен ұзақ уақыт болған жоқ қой. Біз киініп, келдегі кезде звонок басында жүгіріп келіп қалдым. Вообще, шай қоям деп бәсе айтпаған ғой, қай уақытта айттым. Қойғың келмесе қоймай-ақ қой, оны өйтіп неғып қой деп айтты деп. Қойғың келмесе қоймай-ақ қой, неше уақыттан бері мен қойып жүрмін ғой, үндемей бір шай қоям деп айтқан кезде мен қоймадым деп айтпадым деп жатыр ғой, просто қою қиын емес. Айтпаған жоқсың сен, айттың ғой кетіп бара жатқанда. Мен прям шай қоям. Сөйтіп мен киімді ауыстырып болайын да, онда мен шай қоя салайын деп айттың ғой. Енді мен соның бәрін ойдан шығармаймын ғой. Мен өтірікші қылып тұрсың, ол сен келіннің көзінше. Жоқ, мен өтірікші деп ойлаймын. Есіңе түсті ма? Түсті. Ол сен айттың ғой. Ізбасар бірдеңе қылып емделші сен. Өз-өзіңе қарасай, айтпесем сен. Вообще, көз алдында шіркөбелек айналдырып жібердіңіз ғой. Біреу айтса сенбеймін бар ғой. Сіз сияқты боламын мен. Сондай болу керек. Кітапсыз ғой жатқан. Ойбай, скоро кітапхана боласың. Сосын бар ғой, сен інімнен қалып кетесің. Футбол қызық емес маған, ол өңшең еркектер топырлау, ол апармайды да мен. Апармайды, конечно, кімді көрдің футболға қатын ертіп баратқан. Ол қызық та емес, ол кейбір еркектердің өзіне қызық емес. Бару керек, барады. Айналайын қалмасай, қалмай еркектен ешқашан қалуға болмайды. Футбол деді ма, футболға бар. Бильярд деді ма, бильярдқа бар. Боулинг деді ма, боулингке бар. Қызық болмаса түр жасап ал. Күшті түсінетін адам құсап, как будто бір түр жасап алды қасынан. Қызылдап, қақымдап қалмап бүйтіп жүр. Go, деп қойып көрдің бе? Пас деп. Отыра берсең, саған футбол қызық емес, саған байын қызық болу керек, түсіндің ме? Жібермесе, ол інім болса да, бауырым болса да, еркектің бір өзін жіберме. Манипуляция, жаз. Ау жан, қойдың ба? Қойдым. Есіме түсті бәсе, айтқан екен, шай қойдым.
кейін есіме түсіп отыр ғой еміс келіп жатыр шай қоямын бір лимон бірдеңе дедің ғой сен мен атпен мен өзім таң иә қалдым ол шай қою не емес қиын да емес қой баяғыдай отын жармайсың отын тасымайсың спичка да жақпайсың ғой қазір бәрі дамыған кез анам дейсің дейді сонымен жанып кете береді болыпты онда мен не қыла беремін шай қойып не қыла бересіздер ғой иә не ғой шай қойған жаңа етті салдың ба қандай ет ойбай қандай ет жұмысымыз ет емес та әлі ет салған жоқсың ба қандай ет айтатын мәнесің жоқ қай уақытта піседі енді ол есің дұрыс па қай уақытта пісетін ет мен айналайын шай қоямын десем деген шығармын бірақ ет саламын деген жоқпын айналайын ай ізбасар кеше садыққа звондап жатқан кезде қашан садыққа звондадым мен айналайын звондадың ғой садыққа сен мені өтірікші болып жоқ, есіңе түсті ма есіңе түсті ма звондадың ғой сен сөйтіп звондап жатқан кезде айттың ғой сен онда інім келсе мен ертең картошка қуырайын дедім сен айттың ойбай сол ауылдан сатып келе жатқан кезде какой то картошка қуырасың ба ет сал дедің сөйттің де ай сен етті дұрыс сала алмайсың қазыны салып тұрып жал-жаяны салып тұрып сүрленген етті майлы қылып тұрып салып тұрып асам деп айтқан мен қашан айттым мен айтқан жоқ күні кеше айттың ғой сен мен айтпай есіме түсті мен есіме түсті садыққа вообще звондамаған екенмін оказывается жаным мен анау телефонды входящий көрсем вообще садық деген не жоқ ат жоқ қой жаным сен шатасып тұрған жоқсың ба біреумен сен менікімен звондадың ғой сен қашан сен менің ініме единица құртып менің звондап едің сен единицаңды жалғы қыласың ғой сен мен інім болғасын бердім ғой ізбасар вообще нағыз кітапхана екенсіздер ғой суперсіз бірақ сіз сияқты болам деген вообще қайда бізге бір ақ ай болды енді үйленгенімізге білесіз ғой анау оңашада кинотеатрға барайық десем апармайды ютубтан көр гуглдан көр телевизордан көр деп кино ерунда ғой кино деген ерунда нәрсе ғой бұл әшейін бүйтіп айналдырып болатын нәрсе ғой айналайын ау үйренсек ау жаным ет салып қойдым салып қойдың ба иә қамырдың өзін жаятын шығарсың жаным әшейін жаям деп айтып қойған мен айтып қойсам да өзің қой деп жаймақпын ау мен сенің айтқан нәрселеріңді ғана айтам ғой сосын далада жүрейінші мен курткамды таппай жатырмын сен өзің оны садыққа беріп алып менен сұрап тұрсың қашан садыққа куртка бердім мен сен дұрыс па сені садыққа бергенсіз кеше алған курткам садыққа беріп еді ма мен қашан соны білдім ғой мен соны білдім ғой сен білгенде өзің беріп алып маған айқайлайсың сен мен қашан айқайладым мен жаным мен жаным бірақ жалғыз курткам ғой жұмысқа жемпірмен барамын ба есің дұрыс па жаным қашан бердім сен неге вот мен соны айттым сен звондап сен маған ұрса бересің ғой сен ұрса жалғыз курткам не вот мен соны айттым ғой сен звондап жатқанда айттым әй ізбасар ол сенің жалғыз куртка ертең жұмысқа жемпірмен барасың ба деп едім мен ба еркек сен ба өзің курткам өзім білем қысқа киіп кете бер ойында ештеңе жоқ кетті де кетті сен кетіп қалса шешіп алмайсың ба менің жынды екенімді білесің шешіп алмайсың ба бұл жынды бұл ер басқанын білмейді қой ұят болады шешіп алмайсың ба өткенде ініме берген куртканы шешіп алайын ғой сен сөйтіп шешіп алмайсың ба сен де сол кезде сен ренжідің ғой сөйтіп ренжитін шығар деп қорықтың ғой ізбасар сен неғып сөйте бересің сен қорқайын дедім мен өйтіп істемеші жаным сол не ғой қой ізбасар ізбасар жаным сол ізбасар андай ғой сен бүйтші сенен қорқайын дедім сен жаман ұмытып бара жатсың да есіңнен шықпай тұрғанда сен кешке қаншада шығатынымызды айтып қойсай алдын ала бүйтіп дайындалып киініп отырайын да әйтпесем шок болып қаласың тағы қайыққа барамыз деп ұмытып қала бересің ғой қашан шығамыз ұмытып қалдың ба жоқ қашан шығамыз қаламыз қашан ертең шығайықшы бүгін шаршап тұрмын жаным әшейін ойла ертең не бар сен бүгін дедің ғой бүгін деп қойдым ғой сен билет алмағансың ғой сен билет алғам Алдың ба? онда қазір шығайық самолетке үлгермей қаламыз жаным әшейін ертерек шық самолетте не бар самолетпен бармаймыз ғой пойызбен бара салайық онда иә пойызбен сен өзі киноға алдың ба кино демейсің ба бәсе алдың ба қойдым 4 билет алдық төртеу сен келінді қыдырдың бәріміз деп айттың ғой қыдырамыз есіңе түсті ма есіңе түсті ма түсті иә ана билеттерді реттеп келе реттеп кел соны мақұл ма аха вообще мен сіз сияқты болам суперсіз супер қазір ше ол ютубтан интернеттен іздей бастайды қандай кинолар шықты деп ше қазір өзі білмейді ғой өйткені сен бүйтші ана телефонды ал да ана бір жерге қоя сал не үшін сол қазір көресің керек болып қояды ойбай жаман дірілдеп жүр көп нәрсе айтып қойдым ау деймін жаным сол ізбасар
кешке шығамыз. Аха. Алып қойдым бәрін. Қойдың ба бәрін? Кеше алып қойғам ғой, соны қадағаладым да. Сол ғой. Сосын жаңағы анау күні сен айттың ғой. Не ол? Не іздедің? Мен жаңағы мына жерге телефонымды қойып едім ғой. Ойбай, ізбасар телефонды бұл жерге қойған жоқсың ғой сен. Жындысың ба, мен мына жерге қойдым ғой телефонды білемін. Әй, сен қойсаң тұрмайды ма енді? Жоқ қой. Қай жаққа қоятын еді? Бля, сен неге айқайлайсың? Білмеймін ғой, сен бұл жерге қойған жоқсың ғой сен бұл жерге. Қойған жоқсың ғой сен, қайқа қойдың сен? Сен ана жерге жездем мына жаққа қойдыңыз ғой, мен көрдім жаңа. зарядкаға қоям деп сен қойдың ғой. Иә, өзіңіз қойдыңыз, мен көрдім. Ана ғой. Бай, емделесің ба? Бірдеңе қылшы, ізбасар. Жаным сол. Бәрі жақсы ма? Я сен ана телефонды неге зарядкаға қойғаныңды білесің ба? 8-ші марта алып берем деген бриллиантты көріш дедің ғой сен. Бля, ізбасар. Есің дұрыс па, қандай бриллиант жаным сен? Бриллиантты несі тақтым? Бля, мен келінмен мақтанып қойдым ғой сен көрсетейін дедің ғой. Есіме түсті оны бір әперем, кел. Келесі жыл әпермесек, менде биыл ақша жоқ. Есің дұрыс па сен? Келесі жыл машина әперем дедің ғой сен. Бля, ізбасар, ай. Ойбай жаным, не айтып отырсың сен? Жоқ, машина істейсің. Есің дұрыс па, соңғы күн көріп жатқанда машина істейсің? Қандай машина айтып отырсың? Мен ғой сен айттың ғой. Сен басында ұра бермесін сен мен бір күні мені ұмытып қаласың. Сен үйде жүрген деп сен айттың ғой. Есіңде ма? Айттың ғой сен кеше бриллианттан кейін келесі жыл машина әперем дедің ғой. Есіңе түсті ма? Есіңе түсті ма? Түсті. Оны келесі жыл әперем, бірақ биыл әпере алмаймын. Келесі жыл путевка дедің ғой. Қайда путевка тағы да? Таиландқа путевка. Өлә, ізбасар, сен ұмытып қала бересің. Өз-өзіңе қарашы, мен қорқайын дедім. Сен бір күні мені ұмытып қаласың сен. Вообще супер. Сіз сияқты болам, барлығын жазып алдым. Бүкіл арманыңыз орындалып жатыр ғой. Бір жылға обеспечу. Кереметсіз ғой, вообще. Ох, кейде өзім жаным ашып кетеді. Иә. Бля, Вообще, диванды. маған телефоныңызды бере тұрыңыз. Міне, алға ғой. Садыққа звондап алайын. Ана диванды бар емес па, айналып жүр ана участка келейінші мен. Аха. Шай қойдың ба? Шай қоясың ба? Шай қойшы. Алло, Садық? Футбол бітті ма? Футболдан кейін базарға барамыз деп едің ғой? Жаңа айттың ғой маған? Әпшеңіне бір қап картоп сияқты тастап кеткен кезде айттың ғой? Әпшең көзінше айттың ғой жаным? iPhone 15 алып беремін базарға барып деп. Мақұрге. Бұл 14 қыз кезімдегі ғой, ескіріп қалды ғой. Айлығыңды алғанша жартылай төлесең болды, алдын ала төлемді ше? Ой, сен айлығың түсем дегенше қазір. Кел. Жезде, Садық. Кімді көрмедің ба? Әпшеңді көрмедің ба? Қазір ас үйге қамыр илеп, дайындап жатыр. Құдайға шүкір өзі елесің. Қазір ақша табам. Жезде, футбол бітіпті да, Садық 200 мың теңге қарыз екен, соны бере салсыншы деп жатыр сізге. Асығып тұрмыз. Бір ай алдын алған едіңіз ғой, Жезде, мен өтірік айтпаймын ғой. Иә, алғандар сен. Есіңізде ғой, иә? Есімде, иә. Соны қазір бере салсаңыз, тез асығып тұр еді. Берем. Дүкендер жабылып қалмай. Иә. Бас сен телефон. Сен телефонын береді. Басар жаным сол. Жақсы ма, бәрі нормально ма? Садықтың өзіне жіберейін, иә? Иә, өзінің каспиіне жібере беріңіз. Қазір мен көйлекке түсірем. Қалай жасау керек екенін көріп ал, мақұл ма? Қарлығаш, Сізге әңгіме емес қой. Қарлығаш. Вообще, не қышы? Менде ақша жоқ, сенің каспиіңнен аудардым. Садыққа кетті 200 мың теңге. Садыққа неменеге аудардың? Ай, Садыққа 200 мың қарыз екенбіз ғой, біз соны келін сұрап тұр, соны менде ақша жоқ, сенен аудардым 200 мың Садыққа. Сен Садықтан қашан алдың? Алған жоқсың ғой сен? Алды деп тұр ғой, маған алды деп тұр ғой енді. Қашан алдың? Қырақтан білейін қашан алғанды, алды деп асты. Қашан алдыңсыз сен Садық? алдын ала төлемін жасаса, Жезден берген ақшамен, қалған несиені ініңіз төлеп тастайды. Арманымды орындашы, манипуляция. Вау, келін патша? Айналайын, ондай манипуляцияны әрі қайсысы өз байына жасаймыз деген. Сен мен байымда нең бар сенің? Онда Жезде... Айналайын, бір өзім жетіп жатырмын оған. Өтірік деп айтамын да Жездеме бәрі. Ой, сен шант... Жүріңіз Жездеме өтірік.